Жарқын үніміз, болашақты күніміз, бала бақша гүліміз, жайнап тұрған гүліміз. Жарайсыңдар балалар, қазір бәріміз орнымызға отырайық. Ал балалар, қазір бір жылда қанша мезгіл бар балалар? Орнымыздан тұрып қол көтеріп айтамыз. Айта ғой. Бір жылда 4 мезгіл бар. Жарайсың. Қандай мезгіл бар атай ғой? Қыс, көктем, жаз, күз. Жарайсың. Тағы кім айтады? Жасмин, Камил айта ғой. Bir жылда қыс. Ал айта ғой. Bir жылда 4 мезгіл бар. Қыс, көктем, жаз, күз. Жарайсың. Ал балалар, бір жылда 4 жыл мезгілі бар екен. Қазір жылдың қай мезгілі? Айта ғой мынасы. Көктемде неше ай бар? 3 ай. Атай қойшы. Наурыз, сәуір, мамыр. Жарайсың. Ай деймін. Қазір жылдың қай мезгілі? Көктем. Атай қойш, көктемде неше ай бар? 3 ай. Сәуір, мамыр. Жарайсың. Айта ғой. Наурыз, сәуір, мамыр. Жарайсыңдар балалар. Ал енді бір аптада неше күн бар екен? Бір аптада. 3 ай. Бір аптада. 7. Орнымыздан тұрып айтамыз. Бір аптада. 7 күн бар. Жарайсың. Атай қойшы. Қатты айтамыз. Сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Камил айта ғой. Bir haftada 7 күн бар. Атай ғой. Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма. Жұма, сенбі, жексенбі. Осы 7 күні қанша күн балабақшаға келеміз бала? 5 күн келеміз. Қанша күн демаламыз? 2 күн демаламыз. Жарайсыздар балалар. Бүгінгі біздің оқыту әрекетіміз өте ерекше өтеді балалар. Сендер мен қазір сурет көрсетіп, сол сурет арқылы біз өтетін сабағымыздың тақырыбын шығарады екенбіз. Балалар, мынау ненің суреті? Мысық. Қандай әріптен басталып тұр? М әріптен басталып тұр. М әріпі дауысты ма, дауыссыз ба? Дауыссыз әріп екен. Ал жарайсыңдар, мына жерде менде көп әріптер тұр балалар. Осының ішіне М әріпін тауып, мына тақтаға жаза қой. Келе ғой. Қазір барлықтан кезек-кезек. М әріпі. Мін әріпі. Мына жерде бар, мына жерде. Оқта жаз болсын, тынышталыңыз. Ал балалар, мынау қандай сурет? Сурет қандай? Ыдыстың суреті екен. Қай әріптен басталып тұр? Әріпінен басталып тұр. Ай әріп келе қойшы. Қазір. Мына жерден. Әріпі дауысты ма, дауыссыз ба? Дауысты екен. Ал балалар, мынау ненің суреті? Ненің суреті? Судың суреті. Қай әріптен басталып тұр? С әріптен басталып тұр. Назерке келе ғой. С әріпі дауысты ма, дауыссыз ба? Дауыссыз. С әріпін тауып жаза ғой. Тапсыра ғой. Жарайсың. Ненің суреті? Ыдыстың суреті. Қандай
Mına жерде. Дұрыста, Алина. Наоборот. Мына жерде қандай сурет көріп тұрсыңдар? Қандай сурет көріп тұрсыңдар? Қасқырдың. Қасқыр. Қандай дыбыстан басталып тұр? Қандай әріптен басталып тұр? Қ әріпінен басталып тұр. Келе ғой, сенің. Қ әріпін тауып жазамыз. Дауысты ма, дауыссыз ба? Дауыссыз екен. Ал балалар, мінекей бүгінгі біздің жабысу сабағымыздың тақырыбы балалар мысық екен. Оқиықшы. Қосқанда не шықты? Мысық. Ал енді осы мысықты буынға бөлейікші. Екі буын болды ма? Жарайсыңдар балалар. Қазір мен сендерге тағы бір сурет көрсетейін. Мен сендерге сурет көрсетем. Мынау қандай жануар? Сиыр екен. Сиыр қандай жануар балалар? Үй жануар екен. Үй жануары. Бұл сиыр бізге пайдалы ма, пайдасыз ба? Пайдалы. Сиыр бізге не береді балалар? Орын ұзатты. Аха, дұрасың. Süt berеді. Тағы не береді? Ет береді. Аха, айтамыз. Бізге бұзау туып береді. Бұзау туып береді. Бұны баласын бұзау дейткеміз, я балалар? Бізге пайдалы екен. Ол қалай дыбыстайды? Балалар? Дұрыс. Айсұлтан, құрастырамыз. Не болды? Ол төрттен. Аха. Құрастырalım. Айдина қандай ертегі құрастырматсың? Бақта, қыз бен мысық ертегісі, дұрыс айтасың. Сенікі қандай ертегі болып жатыр? Камиля?